Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилля деп көтеріп лайк басып жібермейсіздер ма? Комментарий жазып. Осы өтіп кеткен 2 апта Украина соғыс ішіндегі бұл орыстар ең көп зиян шеккен 2 апта деуге болады. Әсіресе соңғы 1 апта. Англияның мемлекет қорғаныс барлау мекемесінің ақпаратына негізделгенде, тіпті Еуропа ақиқат газетінің ақпаратына негізделгенде, Ресейдің Украин даласындағы әр күнгі өлім жітімін жариялап отырған, және бұл жердегі кейбір өлім жітімдерді дәлелдеу мүмкін болмаса да, бірақ олар бір нәрсені айтып отыр. Олар бұл ақпараттардың дені рас деп отыр. Тіпті соңғы осы өтіп кеткен жексенбінің ішіне алған соңғы 7 күннің ішінде күн сайын 824 орыстың әскері ажал құшып отырған. 824. Енді көз алдарыңызға елестетіңдер. Бір күнде сіз ұйықтап жаңағы, немесе таксовать қылып, немесе универіңізге барып оқып, сіз базарыңызға барып тірлік істеп, немесе үйіңізде отырып, жаңағы келіншегіңізбен махаббаттасып өтіп кеткен бір күнде, ана Украинаның даласында орыстың 824 сарбаз өледі екен. 824 ана аңырап қалады. 824 әке ұлынан айырылады. 824 әйел жарсыз қалады. Кем дегенде 824 орыстың баласы әкесіз қалады. Міне, бір күнде 824. Өлшермен 1000 деші. Бір аптада 7000 орыс өліп жатыр. Бұл дейді 2022 жылдың июнь және июль айларымен салыстырғанда 4 есеге көп дейді. Июнь айларында олар күннен мөлшермен 200-230-дан өліп отырса, қазір 800-ден асып отыр. Бұны Англияның Ministry of Defense кәдімгі өзінің твиттерінде жариялап отыр. National Defense Intelligence Update on the Situation in Ukraine, 12 February 2023. 12 февраль туралы Англияның қорғаныс министрлігінің жариялаған статистикасы, диаграммасы, сызықтары бәрі тұр. Бұл енді өте таңғажайып. Англияның мемлекет қорғаныс ақпарат және барлау басқармасының қарауынша, Ресей армиясының осыншама зор шығынға батуының, немесе Ресей армиясының шығынның орасан зор артуының себептері бірнеше түрлі болуы мүмкін. Оның біреуі алдыңғы шепте ресми тәрбие көрген әскери мамандардың болмауы, ресурстарды, материалдарды алдыңғы шепке жеткізудің жүйелі түрде атқармауы, Угледар менен Бахмутта өте анық білінді дейді. Бұдан ілгерірек Англияның мемлекет қорғаныс ақпарат барлау басқармасы бұлар Вагнер қылмыстық қарақшылық тобының түрмедегі қылмыскерлерді Вагнер қарақшылық тобына жаңағы жұмысқа алғандығына қатысты ақпараттар жариялаған болатын. Енді міне бұл кәдімгі Яхуда жарияланып отыр. Кәдімгі Yahoo News деген ақпаратты білесіздер, мен оны да жариялайын. Міне Yahoo News, British Intelligence Reverse Reasons for Russia's Heavy Losses. Міне бұл украинска правдадан алып, Yahoo News ағылшын тілінде жариялап отыр. Мен оны да қазір сіздерге тарс еткізіп, осы астында салып жіберейін. Мұны қайда кетті? Соғыстан соңғы жаңалық. Міне екен ғой. Менен көшіріп алып, Facebook'қа бөлісіп тарата беріңіздер, міне. Кетті астына. Міне, кетті астына. Бұл енді бүгінгі аударып жариялаған ақпаратымыздың екеуі. Бұл енді Англия, күнбатпас империя. Осы күнбатпас империяның кәдімгідей ақпараттық сараптамасы. Бұл енді ойланатын. Енді тағы мынау The Hill деген ақпарат бар. Russia suffering highest casualty rate in Ukraine since first week of war UK. Бұл енді осы Англиядағы осы ақпаратқа негізделе отырып, Hill басылымы, білесіздер, Hill басылымы мынау республикашылдар, яғни Трампшылдардың ақпаратын көбірек жариялайды. Бұл жерде де ол Англияға сілтеме бере отырып, бір күнде 824 өлім жітімнің болуы туралы өздерінің көзқарастарын айтады. Ukraine last week reported that more than 1000 Russian soldiers were killed in a single day of fighting. Алдыңғы аптада Украин тарап бір күнде Ресейдің 1000-нан артық орыс әскері тек бір ғана күннің өзінде өлтірілгендігін жариялайды. Raising the total throughout the war to more than 133,000 дейді. Тұтас соғыс кезінде өлгендердің саны 133 мыңға жетті деп отыр. Тұтас соғыс кезінде өлгендердің саны 133 мыңға жетті деп отыр.
Февралдың 24 соғыс басталған елдің бәрі біледі. Енді бұл Хиллдағы ақпарат, жаңағы негізінен Англияның ақпаратына сілтеме беріп отыр. Енді тағы бір ақпараттарды сіздерге аударып жіберейік. Тағы бір ақпаратты. Бұл AP News'та. Russia continues to shell Ukraine amid the grinding push in East. Бұл енді Американың медиасы. Білесіздер, Америка мен мынау Англия бәрі ағылшын тілді медиа, бірінің ақпаратын бірі алып жариялап жатады, бірақ кейде олардың дәстүрлі соғысқа деген көзқарастары ұқсамайды. Ресей Украинаның шығысындағы соғыста Украинаны жаңағы шабуылдауын үдете түсті деген ақпарат. Бұл аптаның соңында Украинаның Киевінен берілген ақпарат. Ресей осы мемлекеттің Украинаның шығысын алуда, тіпті бұлар адам ойлағаннан да зор шабуылды күшейе түсті. Облыстың бастығы Серхил Лисактың айтуынша, жексенбі күні, осы сіздер дүйсенбідесіздер ғой, жексенбі күні түстен бұрын Днепрдің шығысындағы елді мекендерге шабуыл жасалып, бір адам өлді, тағы бір адам жараланды. Сонымен қатар 4 ғимарат ұқсамаған деңгейде қиратылды. Бір кәсіби мектепке және бір су тазартатын құрылғы қиратылды деп отыр. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да. Лайк басқаннан көңіліме бір